шыны керек кейде мынау өзіңнен артылып бала шаға ұрпағыңа жету үшін деп адамдар дүние жинайды екен. Бірақ біздің қазақ ата бабаларымыз бұл хадисті, аятты мағынасын бәрін түсініп, оны амалға асырып былай деп айтып кеткен. Әкенің малы балаға мал болмайды деп айтып кеткен. Мынау 5-ші халифа Омар ибн Абдул-Азиз болып есептелінеді. Омар Абдул-Азизден кейін Малик келді, Маликтен кейін Жохайын келді. Сол Жохайын патша болған кезде адамдар оған жақсы тілектерін айтып, мынау билігіңіз Алла берекелі қылсын, осы аманатыңызға Алланың алдында жүзіңіз жарық болсын деген секілді адамдар жақсы сөздерін айтып келді басшының алдына, патшаға. Сол патшаның алдында, халықтың ішінде патша бір сол өңірде атақты ұстазды көріп қалды. Сол ұстазға жанына келіп, өзі сәлем беріп патша, маған қандай өсиет айтасыз деді. Міне мен билікке Алланың қалауымен осында үлкен жауапкершілік мойныма жүктелінді. Не айтасыз маған? Ұстаз деп айтқанда, ұстаз айтқан екен, көргенімді айтайын ба, естігенімді айтайын ба дейді. Сол кезде патша айтты, көргеніңізді айтыңызшы деді. Жаңа имам айтады, ұстаз, мен Омар ибн Абдул-Азизді көрдім деді. Оның әділдігін, оның уақытысында қандай болған заманды айтпай қойын, сен білесің ғой деді. Ақиқатында Омар ибн Абдул-Азиздің уақытысында зекет алатын адамдар қалмай қалған. Елдің бәрі байып кеткен, зекет ешкім алмайды. Көршісіне барып, зекетін берейін дегенем, көрші алыңыз десе, рахмет айналайын, мен де зекетімді беретін адам таппай жатырмын. Сол кезде мынау керуендер жүретін көшеге шығарып қойды екен дүниелерін. Ары бері өткен адамдар алып кетсін біздің дүниемізді деп. Сондай тыныш заман болған. 5-ші халифаның 12 баласы қалды деді, қайтыс болған кезінде. 18 дирхам ақша қалды артында деді. Дирхам деген бұл күміс ақша. Сол 18 дирхамның 9 дирхамы Омар ибн Абдул-Азиздің жерлеу рәсіміне жұмсалды. Кебініне жұмсалды, оның көмір жерлеуіне. Қалған 9 дирхамды 12 баласына бөліп бергенді көзім көрді деді. Ол 9 дирхам деген тиын ол. Ол ешқандай ақшаға жатпайды. Тиын, күміс ақша есептегенде. Күндердің күніне сол 12 баласының бір баласын көрдім дейді көшеде. Базарда тұрып алып, 100 түйені жүгімен садақа қылып тұрған, зекет беріп тұрған мен көрдім, көзім көрді деді. Ақылға салсаңыз, әкеден ешқандай дүние қалған жоқ. Бірақ сол әкесінің тақуалығы тірі кезінде көп қайырымдылық жасағандықтан, сол мұқтаж жандарға көп зекет бергізіп, садақа беріп, сонымен көп айналысқандықтан, оның ұрпақтары бай болып кетті дейді. Бірақ әкесіне ешқандай байлық қалған жоқ балаларына. Сол Омар ибн Абдул-Азизден кейін Маликті де көзім көрді. Одан кейінгі патша ол. Ол патшалығын мен сен айтпай қойын, сен жақсы білесің. Оның артындағы 4 әйелінен қалған балалар өте көп балалар қалды деді. Әрбір баласына 400 динардан ақша бөлінді деді. Ол динар деген алтын ақша, өте үлкен ақша. Әрбір баласына. Бірақ күндердің көңінде мен сол Маликтің бір баласын көріп қалдым, көшеде қайыршы болып тұрғанын көрдім деді. Көзім көрді деді. Әкесінен қалған байлық балаға жұққан жоқ деді. Демек тірі кезінде бөлісу керек екен. Бөліспесеңіз, онда ол мал дүние ұрпағыңа мал болып қалмайды. Бұны Пайғамбар хадисінде былай дейді, мен өзгелерге дүние жинап жатқан адамдарға ғажаптанамын дейді Расулалла. Сахабалар, я Расулалла, неге ғажаптанасыз? Біз дүниені өзімізге жинап жатырмыз ғой дейді. Сөзі Пайғамбар алейхиссалам айтады, жоқ, сендер дүниені өзгелерге жинап жатсыңдар деді. Өйткені ертең сұм ажал келіп қалса, сендердің таласып, тартысып жинаған дүниелеріңді артында қалған туыстарың таласып, тартысып бөліп алады ғой дейді. Сендерге қалмайды ол дүние дейді. Мен соған ғажаптанамын дейді. Яғни оған дұрыс дүние жинау керек. Біздің дініміз жұмыс істемеуге қарсы. Адал кәсіппен айналысу керек. Дүние жинау керек.